Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, көлеңкедегі қасқыр және темір тәртіп күш, бұл шведте емес, рухта. Ең қауіпті қару, айқайлап келетін дауыл емес, білдіртпей соғатын үнсіз дауыл. Олар менің үнсіздігімді әлсіздік деп ойлады. Бұл олардың ең үлкен қателігі еді, бір тарау, қатал дала және жаңа қонақ Қазақстанның оңтүстік шығысындағы Іле Алатауының бөктерінде орналасқан құпия әскери жаттығу базасы. Бұл жерде тек ең мықтылар ғана шыңдалады. Сұңқар арнайы жасағының оқу-жаттығу полигонында таңғы сағат 6-дан бастап нағыз тозақ қайнап жатты. Қазан айының ызғарлы желі сүйіктен өтеді, ал жаңбырдан кейінгі полигонның балшығы етікке қорғасындай жабысады. Базаның плацында капитан Руслан бастаған альфа тобының 12 жігіті тұр. Олардың барлығы бойшаң, бұл шведтері білеуленген, беттерінде түрлі операциялардан қалған тыртықтары бар, нағыз соғыс машиналары. Руслан өз ісінің хас шебері, бірақ оның бойындағы тәкаппарлық шектен шығып кеткен еді. Ол өзін және өз тобын ешкім жеңе алмайды деп санайтын. Кенеттен базаның темір қақпасынан ескі әскери УАЗ көлігі кіріп, плацтың шетіне тоқтады. Көліктен қарапайым далалық камуфляж киген, басына кепка киіп, шашын түйіп алған жас әйел түсті. Оның иығында кішкентай ғана әскери жолдорба. Бойы аса ұзын емес, бірақ қимылдары ширақ. Жүзі өте сабырлы, тіпті суық десе де болады. Оның аты Айжан, бірақ бұл базада оның шын мәнінде кім екенін тек база қолбасшысы генерал Мақсатов қана білетін еді. Генерал Айжанды бұл базаға инспектор ретінде, бірақ қарапайым қатардағы жауынгердің кейпінде жіберген. Оның мақсаты альфа тобының жауынгерлік дайындығын іштей бағалау және тәкаппарланып кеткен капитанның тобын тексеру. Руслан мен оның жігіттері жаңа келген әйелді көргенде сап ішінде сыбырласу басталды. «Ей, жігіттер, қараңдар. Штабтан бізге жаңа хатшы қыз жіберген бе?» деп күлді сержант Мақсат, тобының ең ірі мергені. «Мүмкін асханаға жаңа аспаз келген шығар. Бұл жерде қыздарға басқа не істеуге болады?» деп қостады тағы біреуі. Капитан Руслан саптың алдына шығып Айжанға менсінбей қарады. «Сәлеметсіз бе? Сіз штабтың кеңсесінен адасып кеткен жоқсыз ба? Бұл жерде қағаз жазатын орын жоқ, тек балшық пен оқ-дәрі. Кеңсеге баратын жол анау жақта», деді Руслан мысқылдап, қолымен әкімшілік ғимаратты нұсқап. Айжан оның сөздеріне ешқандай эмоция білдірмеді. Ол Русланның көзіне тіке қарады. Оның жанары мұздай суық, түпсіз терең еді. «Мен қағаз жазуға келген жоқпын, капитан, мен сіздердің жаттығуларыңызға қосылуға бұйрық алдым», деді Айжан, дауысы бәсең, бірақ өте анық шықты. Руслан қарқылдап күліп жіберді. Оған бүкіл сап қосылды. «Жаттығуға? Бізбен бе? Қарындас, сіз армияда не істей аламын деп ойлайсыз? Бұл жерде маникюр жасап, сериал көретін уақыт жоқ. Біздің 10 шақырымдық марш бросогымыздан кейін сіз жылап үйіңізге қайтасыз. Одан да уақытты созбай, асханаға барып шай қайнатыңыз». Айжан жолдорбасын жерге тастады да кепкасын сәл түзеп қойды. «Сөзге шешен екенсіз, капитан, егер мен сол 10 шақырымдық марш бросокта сіздерден қалып қойсам, асханаға өзім-ақ кетемін. Ал егер қалмасам, сіз маған әскери тәртіп пен құрмет көрсетуді үйренесіз», деді ол. Бұл сөздер Русланның намысына тиді. Ол тісін қайрап: «Жақсы, өзің сұрап алдың. Жігіттер, толық жауынгерлік жарақтандыру. 30 келі қапшықтар мен кедергілер жолағына марш. Бұл ханымға армияның не екенін көрсетейік», деп бұйрық берді. Екі тарау, тозақ жолағы және сынбаған қайрат. 10 шақырымдық кедергілер жолағы таудың қия беткейі мен тізеден келетін балшық пен мұздай суы бар өзен арқылы өтетін. Әрбір жауынгердің арқасында 30 келі қапшық, қолдарында автомат. Жігіттер Айжанда алғашқы 2 шақырымда құлап қалады деп ойлаған. Олар әдейі қарқынды үдетіп алға қарай ұмтылды. Мақсат күліп: «Ханым, егер деміңіз жетпей жатса, айтыңыз. Біз жедел жәрдем шақырамыз», деп айқайлады. Айжан үнсіз. Оның демалысы бір қалыпты, қадамы ырғақты еді.
Ол артық күш жұмсамай, дененің биомеханикасын мінсіз қолдана отырып жүгірді. 4-ші шақырымға келгенде, топтағы кейбір жігіттердің тынысы тарылып, терге малшына бастады. Ал Айжан сол баяғы қарқынмен ешқандай шаршау белгісінсіз саптың дәл ортасында келе жатты. 6-шы шақырымда тік тауға өрмелеу басталды. Балшық тайғақ, етіктер сырғанап жатыр. Капитан Руслан Айжанның әлі де артта қалмағанын көріп, іштей таңғала бастады. Ол әйелдің ауыр қапшықпен мұндай төзімділік көрсетуі мүмкін емес деп ойлаған. 8-ші шақырымда олар тізеге дейін жететін мұздай тау өзенін кесіп өтуі керек болды. Судың суықтығы сонша бұлшықеттер тартылып қалатын. Жігіттер суға түскенде ауырсынып ыңырсыды. Айжан суға кіргенде оның жүзінде бір бұлшық еті де қимылдамады. Оның денесі кез келген ауырсынуды оқшаулауға, блоктауға дағдыланған еді. Ол судан бірінші болып шығып, жағада жігіттерді күтіп тұрды. Мақсат судан әрең шығып, тізесіне таянып дем алып тұрғанда, Айжан оның жанынан өтіп бара жатып: «Сержант, деміңіз жетпей жатса айтыңыз. Мен жедел жәрдем шақырайын», деді бәсең дауыспен. Мақсаттың беті қызарып кетті, бірақ оған жауап беруге шамасы келмеді. Олар мәреге жеткенде, Альфа тобының жігіттері жерге құлап, ауа қармай дем алып жатты. Капитан Русланның өзі де қатты шаршаған еді. Ал Айжан қапшығын ақырын шешіп, қаруын тазарта бастады. Оның демалысы 1 минут ішінде толық қалпына келді. Руслан оған жақындап келді. Оның көзіндегі мазақ енді өшіп, орнына ашумен күмән ұялаған. «Төзімділігің жақсы екен. Бірақ армияда тек жүгіру аздық етеді. Біз спортшылар емеспіз, біз жауынгерміз. Қаруды қалай ұстайтыныңды көрейік. Егер нысанаға тигізе алсаң, бағыңның жанғаны», деді Руслан тісін қайрап. 3 тарау, жақын ұрыс және аңыздың оянуы. Түстен кейін олар Kill House, Close Quarters Battle, ғимарат ішіндегі жақын қашықтықтағы ұрыс полигонына келді. Бұл жерде жауынгердің реакциясы, дәлдігі және стресс жағдайында шешім қабылдауы сыналады. Ғимарат ішінде лаңкестердің макеттері мен кепілге алынған адамдардың макеттері аралас қойылған. Норматив 40 секунд. 3 бөлме, 8 нысана, 2 кепілге алынған адам. Мүлт кету немесе кепілдегі адамды ату автоматты түрде оқудан шығару деп түсіндірді нұсқаушы. Капитан Руслан бірінші болып кірді. Ол кәсіби маман еді. Жарық шу гранатасы, есікті тебу, кезекпен ату. Ол бөлмелерді өте тез тазалап шықты. Нұсқаушы секундомерді тоқтатты. 34 секунд. Барлық нысана жойылды. Мінсіз жұмыс, капитан. Жігіттерді қол шапалақтады. Руслан Айжанға қарап мысқылдай жымиды. «Кезек сенікі, ханым. Абайла, өз аяғыңда атып алма. Қару ауыр, кері тебуі оттача қатты болады». Айжан үнсіз ғана 5 автомат тапаншасын және жамбасындағы глок тапаншасын тексерді. Ол қорғаныс көзілдірігін киіп, бастапқы сызыққа тұрды. Ол сол сәтте көзін жұмып, терең дем алды. Оның санасындағы инспектор рөлі өшіп, оның ішінде ұзақ жылдар бойы ұйықтап жатқан нағыз жыртқыш оянды. Ол таяу шығыстың ең қанды нүктелерінде, ешкім білмейтін құпия операцияларда жалғыз өзі тірі қалған барс, Snow Leopard, шақыру белгісі бар аңызға айналған мерген еді. Нұсқаушы ысқырықты шалды. Айжан есікті тепкен жоқ, ол тұтқаны бұрап, ішке кірген бойда денесін төмен түсіріп, сырғи қозғалды. Тақ-тақ. 2 оқ. Бірінші нысананың басына. Ол тоқтамай, дененің инерциясын пайдаланып бұрышқа бұрылды. Тақ-тақ. Кепілдегі адамның макетінің жанынан миллиметрлік дәлдікпен өткен оқтар екінші лаңкестің кеудесіне тиді. Сыртта тұрған Руслан мен оның жігіттері монитордан оның қимылдарын көріп, ауыздары ашылып қалды. Оның қозғалысында ешқандай артық қимыл жоқ. Ол жүгірмеді, ол суда жүзгендей немесе көлеңке сияқты үнсіз, мінсіз геометриялық бұрыштармен қозғалды. Әрбір атыс тек екілік дабл тап болды. Екінші бөлмеге кіргенде автоматындағы оқ бітті. Кәсіби жауынгерлер оқты қайта оқтауға, перезарядқа уақыт жұмсайды. Бірақ Айжан автоматты кеудесіне тастай салып, жамбасындағы глокты суырып алуына небары 0,8 секунд кетті. Бұл адам сенгісіз жылдамдық еді.
Ол қалған нысаналарды тапаншамен көз ілеспес жылдамдықпен жойып, үшінші бөлмеден атып шықты. Нұсқаушы секундомерге қарап көзіне сене алмады. Ол аспапты 2 рет ұрып көрді. Уақыт 18,4 секунд деді нұсқаушы даусы дірілдеп. Барлық нысана дәл жүректен және бастан атылған. Кепілдегілер аман. Плацта өлі тыныштық орнады. Желдің гуілдеген даусы ғана естіледі. Русланның беті қуарып, сержант Мақсаттың қолындағы шлемі жерге түсіп кетті. Олардың алдында жаңа келген хатшы қыз емес, олар тек аңыздардан ғана еститін. Әлемдік деңгейдегі спецназ операторы тұрғанын олар енді ғана түсіне бастады. Айжан көзілдірігін шешіп, Русланның алдына келіп тоқтады. Капитан, сіз бөлмелерге кіргенде бұрыштарды тым кең аласыз. Бұл нағыз ұрыста сіздің өліміңізге әкеледі. Және кепілге алынған адамның артындағы нысанаға атқанда сіздің қолыңыз дірілдеді. Сіздің тобыңыздың дайындығы орташадан да төмен. Мен бұл туралы баянат жазамын, деді Айжан мұздай суық дауыспен. Руслан не дерін білмей дағдарып қалды. Ол өзінің барлық әскери карьерасында мұндай қорлауды оның үстіне әйел адамнан көріп көрмеген еді. Бірақ ол оның шеберлігінің алдында дәрменсіз екенін мойындауға мәжбүр болды. 4 тарау, шындықтың ашылуы және жанталас. Дәл осы сәтте плацқа қара түсті штабтық Land Cruiser келіп тоқтады. Көліктен база қолбасшысы генерал Мақсатов түсті. Оның жүзінде қатты алаңдаушылық бар еді. Барлық жауынгерлер, соның ішінде Руслан да тік тұр, бұйрығын орындап қатып қалды. Генерал оларға назар аудармастан тікелей Айжанға қарай жүрді. Ол оған жақындағанда кенеттен әскери сәлем берді, честь берді. Руслан мен оның жігіттерінің көздері шарасынан шыға жаздады. Генералдың қатардағы жауынгерге бірінші болып сәлем беруі армия тарихында болмаған жағдай еді. Майор Рүстемова, деді генерал қатаң дауыспен. Тексерісті тоқтатыңыз. Бізде шынайы дабыл. Айжанда сәлем беріп, оның жүзіндегі сынақшы маскасы толықтай сыпырылып түсті. Тыңдап тұрмын, жолдас генерал. Руслан жұтынып қойды. Майор Рүстемова. Оның миында бұл есім жаңғырықтай қағылды. Ол арнайы жасақ арасында ауыздан ауызға тарайтын Барс лақабаты бар. Сирия мен Ауғанстандағы құпия операцияларда жалғыз өзі тұтас бір террорлық ұяшықты жойған аңыз адамның әйелі екенін, оның алдында тұрғанын енді түсін. Манағы мазақ пен күлкі үшін ол өзін жерге кіріп кетердей жек көріп тұрды. Шекараға жақын орналасқан таулы ауылда лаңкестік топ мектепті басып алды, деді генерал жағдайдың қаншалықты ауыр екенін жасыра алмай. Олардың саны 20-дан асады. Қолдарында ауыр қарулар бар. Кепілде балалар мен мұғалімдер. Олар ешқандай келіссөз жүргізбейміз деп отыр. Бізге ең мықтылар керек. Генерал Айжанға қарады. Майор, сіз бұл топты басқаруға дайынсыз ба? Айжан автоматты иығына асып көздеріндегі жыртқыштың оты жалындап. Әрқашан дайынмын, жолдас генерал, деді. Сосын ол Руслан мен оның жігіттеріне бұрылып қарады. Капитан Руслан, тобыңызды жинаңыз. Біз нағыз соғысқа барамыз. Егер бөлмеге дұрыс кіруді үйренгіңіз келсе, артымнан еріңіз. Сиренаның құлақ тұндыратын үні бүкіл базаны жаңғыртты. Тікұшақтардың роторлары іске қосылып, аспанды тілгілей бастады. Аңызға айналған Барс пен оның жаңа тобы үшін нағыз сынақ енді ғана басталған еді. Бұл енді жаттығу емес, қан мен өлімнің ортасындағы нағыз шайқас болатын. 2 бөлім, үнсіз өлім және арманның құлауы. Соғыс бұл кино емес. Онда әдемі сөздерге, кешірімге немесе тәкаппарлыққа орын жоқ. Сенің қателігің үшін сен емес, қасыңдағы қаруласың өз қанымен жауап береді. Сондықтан мен қателіктерді кешірмеймін. 5 тарау, тікұшақтағы үнсіздік және тактикалық шындық. Ми-8 әскери тікұшағының космоторы құлақ тұндырарлық гүрілмен жұмыс істеп, түнгі аспанды тіліп бара жатты. Борттың ішінде қызыл апаттық жарық қана жанып тұр. Альфа тобының 12 жауынгері бір-біріне қарама-қарсы 2 қатар болып отыр. Олардың қолдарында ауыр қарулар, үстерінде кевлар, бронежилеттері мен тактикалық дулығалар. Бірақ бұл жолы олардың жүздерінде баяғы күлкінің, тәкаппарлықтың ізі де қалмаған еді.
Олардың барлық назары ортада тұрған әйелге, майор Айжан Рүстемоваға қадалған. Айжан планшетті қосып ортаға шықты. Оның жүзінде қорқыныш немесе қобалжудың титтей де белгісі жоқ, тек таза, суық прагматизм. Назар аударыңдар, деді ол, рацияның құлаққабы арқылы сөйлеп, тікұшақтың шуын басып озып. Біздің нысанамыз шекараға таяу орналасқан Қаратас таулы ауылының орта мектебі. Нысанды басып алған топ қара қасқырлар террорлық ұяшығының қалдықтары. Олардың саны шамамен 25 адам. Барлығы соғыс көрген, жақсы қаруланған фанатиктер. Олар шекарадан заңсыз өтіп тұйыққа тірелген соң мектепті қалқан ретінде басып алған. Планшеттен мектептің сызбасы көрсетілді. Ғимарат 3 қабатты, кеңес үлгісінде салынған тәрізді кірпіш құрылыс. Кепілге алынғандар 34 оқушы, 5 мұғалім және 2 күзетші. Барлығын бірінші қабаттағы спорт залына жинаған. Ең басты қауіп, топ басшысы Әбу Дауд лақабатымен белгілі Содыр, спорт залына қолдан жасалған жарылғыш заттар, сыбу орнатып тастаған. Егер ол детонаторды басса немесе детонатор оның қолынан түсіп кетсе, зал күл талқан болады. Руслан жұтынып қойды. Ол жүздеген жаттығудан өткенімен дәл мұндай ауқымдағы шынайы кепілге алу оқиғасына бірінші рет тап болып отырған еді. Балалардың өмірі қыл үстінде тұр деген ой оның жүрегін қысып жіберді. Майор, деді Руслан дауысын сәл көтеріп. Ол бұл жолы ханым немесе қарындас деген сөздерді аузына алуға да батпады. Олардың снайперлері бар ма? Біз ғимаратқа қалай жақындаймыз? Айжан Русланға тесіле қарады. Оның қарашығында ешқандай жек көрушілік жоқ еді, тек кәсіби бағалау байқалды. Сұрағыңыз орынды, капитан. Олардың кем дегенде 2 снайпер шатырда және 2 пулеметшісі 2-ші қабаттың терезелерінде орналасқан. Периметр толықтай бақылауда. Біз тікұшақпен тікелей ауылға қона алмаймыз. Олар бізді РПК-мен қол граната атқышы атып түсіреді. Сондықтан біз нысаннан 5 шақырым қашықтықта тау шатқалына троспен түсеміз. Одан әрі жаяу, толықтай үнсіздік, радиомолчание режимінде жүреміз. Ол топқа көз жүгіртіп өтті. Тыңдаңдар мені, Альфа. Полигондағы көрсеткіштеріңіз маған ұнаған жоқ. Сіздер тым көп шу шығарасыздар, бұрыштарды дұрыс алмайсыздар және бір-біріңізді жабуда, прекратие, қателіктер жібересіздер. Бірақ қазір менде басқа топ жоқ. Мен сіздерді осы соғысқа алып кіремін және бәріңізді тірідей алып шығуға тырысамын. Алайда, егер кім бұйрықты орындамаса, өздігінен батырлық жасауға ұмтылса, немесе паникаға берілсе, оның басына бірінші оқты өзім атам. Түсінікті ме? Түсінікті, жолдас майор, деп жауап берді 12 еркек бір ауыздан. Олардың даусындағы қорқыныш пен құрметтің араласуы анық сезіліп тұрды. Мақсат? Айжан мерген жігітке бұрылды. Сен менімен бірге периметрді тазартасың. Сенің міндетің шатырдағы снайперлерді үнсіз жою. Руслан, сен шабуыл тобын басқарасың. Мен периметрді ашқан бойда ғимараттың артқы есігінен кіресіңдер. Тікұшақ кенеттен төмен қарай шұғыл түсе бастады. Пилот рациядан. Майор, түсу нүктесіне жеттік. Желдің жылдамдығы секундына 15 метр. Дайын болыңыздар, деп хабарлады. Айжан планшетті өшіріп, тактикалық көзілдірігін киді. Автоматының бекітпесін, затвор, сарт еткізіп тартып, оқталғанын тексерді. Тросқа. Түсеміз. Жылдам. 6 тарау, шатқалдағы үнсіз өлім және сынған тәкаппарлық. Түнгі сағат 2. Қараңғы тау шатқалы. Нөсерлеп жауған жаңбыр жерді тайғақ батпаққа айналдырған. Тікұшақтан ешқандай жарықсыз, тек түнгі көру құрылғыларына, прибор ночного видения, сүйеніп арқанмен түсу нағыз жанкештілік еді. Бірақ Айжан бірінші болып секірді. Ол жерге тиген бойда мылтығын кезеп айналаны бақылауға алды. Оның артынан жігіттер де бір-бірлеп түсіп жатты. 5 шақырымдық марш басталды. Бұл күндізгі полигондағы жүгіру емес еді. Әрбір қадам, әрбір сынған бұтақ өлімге әкелуі мүмкін. Айжан саптың басында келе жатты. Ол жай ғана жүрген жоқ, ол табиғатпен бірге тыныс алғандай елес сияқты сырғи қозғалды.
Оның аяғының астында тіпті жапырақта сыбдырламайтын. Руслан оның соңынан еріп келе жатып, бұл әйелдің қозғалыс пластикасына, қоршаған ортаны оқу қабілетіне қарап іштей қайран қалды. Ол көптеген элиталық жауынгерлерді көрген, бірақ дәл осындай мінсіз, жыртқыш инстинкті бар адамды бірінші рет көруі еді. 3-ші шақырымда таудың тар соқпағына жеткенде, Айжан кенеттен жұдырығын жоғары көтерді. Бұл тоқта деген тактикалық белгі. Бүкіл топ бір орында қатып қалды. Руслан мылтығын алға кезеп жан-жағына қарады. Оның пнв экранында ештеңе көрінбеді. Тас қараңғылық пен қалың ағаштар. Ол Айжанға қарап, «Мен не болды?» деп сұрады. Айжан қолын төмен түсіріп, баяу ғана жерге жатты. Ол еңбектеп алдында тұрған Мақсаттың аяғына жақындады. Мақсат орнынан қозғалуға қорқып демін ішіне тартып тұрған. Айжан қалтасынан кішкентай тактикалық қызыл шамды қосып, Мақсаттың етігінің дәл алдындағы шөпті ашып көрсетті. Русланның жүрегі тоқтап қала жаздады. Мақсаттың етігінен небәрі 3 сантиметр жерде, екі тастың арасына тартылған өте жіңішке мөлдір сым, растяжка, тұр еді. Сымның ұшы топыраққа көмілген озым 72 құрбақа мина лягушка минасына жалғанған. Бұл мина іске қосылса, 1 метр биіктікке атылып шығып, 2000-нан астам темір жарықшақтарын жан-жаққа шашады. Егер Мақсат тағы бір қадам жасағанда, бүкіл топ осы жерде тартқышқа түскендей қырылар еді. Мақсаттың маңдайынан мұздай тер бұршақтап ақты. Ол жарылғышты байқамаған өзінің ақымақтығына лағынет айтып тұрып қалды. Айжан ешқандай эмоциясыз қалтасынан мультитул пышағын шығарды. Ол сымның керілу күшін екі саусағымен ақырын ұстап тұрып, детонатордың істігіне ине сұғып қойды да сымды шорт кесті. Мина зарарсыздандырылды. Барлығы небәрі 20 секунд уақыт алды. Айжан орнынан тұрып, Мақсаттың иығынан қақты. «Аяғымның астына қара, сержант, бұл саған полигондағы тегіс асфальт емес. Тағы бір рет қателессең, сені өз қолыммен атып тастаймын» деп сыбырлады ол рациясыз, құлағына жақындап. Мақсат жұтынып, басын изеді. Оның көзіндегі Айжанға деген алғашқы кездегі мазақтың орнын енді шексіз қорқыныш пен Құдайға қарағандай табынушылық басты. Бұл әйел оның өмірін сақтап қалды. Руслан да терең дем алып, майорға басымен ишарат жасап, рахметін білдірді. Бұл кішкентай оқиға топтың психологиялық динамикасын толықтай өзгертті. Енді олардың алдында жай ғана шені жоғары офицер емес, оларды аман алып қалатын жалғыз қорған келе жатыр еді. Тәкаппар, альфа тобы толықтай бағынышты, тәртіпті қасқырлар үйіріне айналды. Ал олардың көшбасшысы Айжан еді. 7 тарау, мергеннің ұясы және синхронды өлім. Таңғы сағат 4. Олар ауылдың шетіндегі қыратқа жетті. Төменде қалың тұманның ішінде сұлбасы ғана көрінетін мектеп ғимараты тұр. Айнала өлі тыныштық, бірақ бұл алдамшы тыныштық еді. Айжан мен Мақсат қыраттың шетіндегі қалың бұталардың арасына жайғасты. Руслан бастаған шабуыл тобы төмендегі жыраның ішімен ғимараттың артқы жағына қарай үнсіз жылжып кетті. Айжан өзінің арқасындағы ұзын қапты ашып, оның ішінен бөлшектелген Accuracy International снайперлік винтовкасын алып шықты. Оның бөлшектерді жинау жылдамдығы сондай, тіпті дыбысы да шықпады. Қарудың ұшына үлкен дыбыс бәсеңдеткіш, глушитель, бұрап бекітті. Түнгі көру оптикасын реттеп, мектептің шатырын нысанаға алды. Мақсат та өзінің сывыры Драгунов винтовкасын дайындап Айжанның қасына жатты. Ол өзін кәсіби мерген санағанымен, Айжанның қасында өзін шәкірттей сезінді. Оптиканы қос, Мақсат шатырдың оң жақ бұрышына қара деді Айжан рациямен сыбырлап. Мақсат оптикадан қарап, термо режимді қосты. Қараңғылықтың ішінде шатырда жатқан екі адамның жылулық сұлбасы анық көрінді. Олардың біреуі темекі шегіп, екіншісі ауылға қарап жатыр екен. Олар бір-бірінен 5 метрдей қашықтықта орналасқан. «Көрдім, 2 нысана», деді Мақсат. Желдің бағыты солтүстік батыстан секундына 4 метр. Қашықтық 450 метр. Ылғалдылық 80. Оқтың траекториясы сәл төмендейді. Процедура мынадай: мен оң жақтағысын, сен темекі шегіп тұрғанын аласың. Оқ дәл мишыққа тиюі керек, олар радио арқылы дыбыс шығарып үлгермеуі қажет. Мен 3-ке дейін санаймын. Дайын бол. Мақсат саусағын шүртпеге қойды. Оның жүрегі дүрсілдеп кетті.
450 метр түнде жаңбыр мен желдің астында бұл өте қиын атыс. Егер ол мүлт кетсе, бүкіл операция құрдымға кетеді. Кепілдегі балалар өледі. Оның демалысы жиілеп кетті. Мақсат Айжанның дауысы құлаққабынан естілді. Ол өте тыныш, суық, тіпті гипноздық әсер ететіндей үнмен сөйледі. Деміңді бақыла. Сенің қолыңдағы қару, сенің денеңнің жалғасы. Нысананы адам деп емес, жай ғана жаттығу қағазы деп ойла. Сенің жалғыз әлемің оптиканың ішіндегі айқасқан сызық, перекрестие. Дем ал, шығар, ұстап қал. Мақсат оның сөзін бұлжытпай орындады. Демін шығарып, ішіне тартып ұстап қалғанда, оның қолының дірілі басылып, әлем тоқтап қалғандай болды. Оптикадағы айқасқан сызық содырдың басына дәл келді. 1, 2, 3. Ату. Екі дыбыс бәсеңдеткіштен шыққан бітеу, пысты-пыст деген үн түнгі ауаны тіліп өтті. Шатырдағы екі содыр бірдей уақытта ешбір дыбыс шығармастан қалпақтай ұшып құлады. Ешқандай дабыл жоқ. Мінсіз синхронды өлім. Айжан винтовкасының затворын тартып, екінші оқты дайындады. Ол оптикадан көзін алмай. Шабуыл тобы, жол ашық. Екінші қабаттағы пулеметшілерді өздеріңіз аласыздар. Біз сіздерді сырттан жауып отырамыз. Бастаңыздар деп бұйрық берді. Төменде ғимараттың артқы есігіне жеткен Руслан терең дем алды. Оның ішіндегі адреналин қанға шапшып жатты. Ол енді бұл әйелдің барыс деген аңыз атауын неге алғанын толық түсінді. Ол олардың қорғаушы періштесіне айналған еді. Альфа, іске кірісеміз, деді Руслан. 8 тарау, қанды дәліздер және жыртқыштың биі. Руслан мен оның тобы ғимараттың артқы асхана есігінен кірді. Есіктің құлпын гидравликалық қайшымен үнсіз қиып алды. Іші тас қараңғы, тек пынывы жасыл сәулесі ғана. Олар тактикалық пойыз, қаз-қатар тұрып бөлмелерді тазарту әдісімен дәліз бойымен жылжи бастады. Асханадан шыға берісте екі содыр темекі тартып тұр екен. Руслан мен оның орынбасары еш ойланбастан екі қысқа кезекпен оларды сұлатып түсірді. Оқ жатарларға, глушителдерге қарамастан, ғимарат ішіндегі акустика бәрібір шу шығарды. Жоғары қабаттан біреудің «Әй, төменде не шу?» деп айқайлаған дауысы естілді. Құпиялық жойылды. Енді тек жылдамдық пен агрессия ғана оларды құтқара алатын. «Жарық шу гранатасы!» деп айқайлады Руслан. Дәлізге лақтырылған граната көз қарықтыра жарықпен жарылып, құлақ тұндыратын гүріл шығарды. Шабуыл тобы бөлмелерді аяусыз тазарта бастады. Атыс басталды. Автоматтың дауыстары, гильзалардың сыңғыры, содырлардың айқайы мектептің шын нағыз соғыс аймағына айналдырды. Бірақ терроршылар да осал емес еді. Олар күтпеген жерден екінші қабаттың баспалдағынан пулеметтен оқ жаудыра бастады. Руслан мен оның тобы қабырғалардың тасасына тығылуға мәжбүр болды. Екі жауынгердің бронежилетіне оқ тиіп құлап түсті, аман қалды, бірақ контузия алды. Олар алға жылжи алмай қалды. «Майор, бізді қысып қалды. Пулеметші бас көтертпей жатыр. Спорт залға жете алмай жатырмыз», деп айқайлады Руслан рациямен. Оқтардың ысқырығынан дауысы әрең естіліп. Далада қырат басындағы Айжан оптикадан мектептің ішін көре алмайтын еді, себебі терезелер қалың перделермен жабылған. Ол винтовкасын Мақсатқа тастай салып, өзінің бітпес автоматын қолға алды. «Мен кіремін. Мақсат, периметрді ұста. Терезеден шыққанның бәрін ат». Айжан қыраттан құлдилап мектепке қарай жүгірді. Ол ашық алаңқаймен жүгірген жоқ, ғимараттардың көлеңкесін пайдаланып, жыланша ирелеңдеп қозғалды. Ол мектептің екінші қабатындағы терезеге жетіп, қабырғадағы суағар, водосток құбырына жармасып, маймылша жоғары өрмелеп шықты. Оның физикалық күші адам сенгісіз еді. Терезенің әйнегін автоматының дүмімен сындырып ішке кіріп барды. Ол пулеметшілер орналасқан позицияның дәл ту сыртынан, екінші қабаттың дәлізінен шыққан болатын. Алдында үш содыр баспалдақпен төмен қарай Русланның тобына үзіліссіз оқ жаудырып жатқан. Айжан бір секундта ойланбады. Ол жүгірген бойда тізесімен сырғанап, подкат төменгі ракурстан оқ жаудырды.
Оның автоматынан шыққан дәл оқтар алдымен пулеметшінің тізесіне, сосын басына тиді. Қалған екеуі бұрылып үлгергенше Айжан орнынан атып тұрып, екіншісін жақын қашықтықтан кеудесіне 2 рет атып сұлатты. Үшінші содыр, дене бітімі дәудей, сақалы кеудесіне түскен нағыз қатыгез қарақшы еді. Оның автоматынан оқ таусылып қалғандықтан ол қолына үлкен аңшы пышағын алып Айжанға қарай атылды. Ол әйелді өз салмағымен басып жаншымақ болды. Бұл Руслан мен оның тобы үшін баспалдақтан көтеріліп келе жатқандағы көрініс еді. Олар өз көздеріне сене алмады. Бойы кішкентай ғана әйел мен 2 метрлік дәудің бетпе-бет келуі. Дәу содыр пышағын Айжанның тамағына қарай сілтеді. Айжан артқа шегінбеді. Ол керісінше қарсыластың соққысының траекториясына қарай қадам жасап, оның қолын білегінен қағып жіберді де, инерциясын пайдаланып, оның қолын бұрап, болевой прием төмен қарай тартты. Содыр аурудан ыңырсып, алға қарай еңкейген сәтте, Айжан өзінің тізесімен оның қабырғасынан бар күшімен ұрды. Сүйектің сынған сытырлаған дауысы дәлізді жаңғыртты. Содыр құлап бара жатып, екінші қолымен Айжанның аяғынан шалып үлгерді. Екеуі еденге құлады. Дәу қарақшы оның үстіне мініп тамағынан қылғындыра бастады. «Өл, шайтан!» деп ақырды ол, аузынан сілекейі шашырап. Руслан мылтығын кезеп көмекке жүгірмек болды, бірақ дәліздегі шамалы жарықта олардың кім екенін ажырата алмаған қорды. Бірақ Айжанға көмек керек емес еді. Ол тұншығып жатса да, оң қолымен өзінің жамбасында тұрған тактикалық кездігін, керамбит, суырып үлгерген болатын. Ол кездіктің иілген жүзін содырдың қолтығының астындағы күре тамырға, бронежилет жаппайтын жалғыз ашық жерге кіргізіп, күр тартып қалды. Қан бұрқақтай шапшыды. Содырдың көздері аларып, тамағынан құрылдаған дыбыс шықты да, Айжанның үстіне сылқ етіп құлады. Айжан ауыр денені өзінен итеріп тастап орнынан тұрды. Оның үсті басы, беті жаудың қанына боялған. Ол демін терең алып, ешқандай эмоциясыз кездігін шалбарына сүртіп қайтадан қынына салды. Сосын жерде жатқан автоматын қолына алды. Ол баспалдақта қатып қалған Руслан мен оның жігіттеріне қарады. Олардың көздеріндегі үрей мен шексіз таңғалыс сөзбен айтып жеткізгісіз еді. Бұл әйел армияда не істей алады деп мазақтаған жігіттер енді оның алдында нағыз өлім құдайы тұрғанын көрді. «Жол ашық, капитан, спорт залға түсеміз», деді Айжан, оның даусында ентігудің де ізі жоқ еді. 9 тарау, өлім таразысы және кепілдегілер. Спорт залдың 2 үлкен темір есігі алдында олар қайтадан топтасты. Залдың ішінен балалардың жылаған, әйелдердің шыңғырған дауыстары естіліп тұр. Сырттағы атысты естіген содырлар паникаға түскен еді. Айжан Русланға ишарат жасап, есіктің астыңғы саңылауына талшықты оптикалық камераны, зондты кіргізді. Камераның кішкентай экрандағы көрініс адам төзгісіз еді. Залдың ортасында 30-дан астам балалар мен мұғалімдерді жерге отырғызып, айналасына канистралар мен жанармай төгіп тастаған. Олардың ортасында бойы орташа, бетін қара маскамен тұмшалаған адам тұр. Оның үстінде жарылғыш заттар байланған жилет, шахид белбеуі. Қолында кішкентай детонатор. Оның бас бармағы түймені басып тұрды. Егер ол бас бармағын жіберсе, түйме босап, тізбек тұйықталады да жарылыс болады. Бұл өлі адамның түймесі Dead Man Switch деп аталатын өте қауіпті құрылғы еді. Оны жай ғана атып тастауға болмайды, өле салып қолы босаса, бәрібір жарылады. Содырлардың басшысы Әбу Дауд қалған 5 содырға есіктерге қару кезеп тұруды бұйырды. Егер олар ішке кірсе, мен бәрін жарамын. Аллаху әкбар, деп айқайлап тұрды ол. Руслан камераның экранына қарап, маңдайынан суық тер шықты. Оның демі жиілеп кетті. «Майор, бұл тұйық. Біз кіре алмаймыз. Егер біз есікті бұзсақ, ол детонаторды жібере салады. Балалар, олар бәрі өледі. Біз келіссөз жүргізуіміз керек. Бізге спецназдың басқа тобын, келіссөзшілерді күту керек», деді Руслан үмітсіздікпен. Оның баяғы «бәрін өзім жасаймын» деген тәкаппарлығы толықтай сынған еді. Ол шынайы жауапкершіліктің зілмауыр салмағын сезінді. Айжан экранға көз алмай қарап тұрды. Оның миында секундына мыңдаған есептеулер жүріп жатты. Келіссөз жүргізу, уақыт жоғалту. Фанатиктер ешқашан берілмейді. Олар күткен сайын балалардың өлу қаупі арта түседі.
Біз күтпейміз. Егер біз күтсек, ол батылданып біреуін атып тастайды, деді Айжан қатаң дауыспен. Бірақ біз оны қалай тоқтатамыз? Ол құласа болды, бәрі жарылады ғой, деп айқайлап жібере жаздады Руслан. Айжан камераны жинап орнынан тұрды. Ол өзінің автоматын, тапаншасын, тіпті бронежилетін шешіп жерге қойды. Ол үстінде тек қарапайым камуфляж футболкамен қалды. Оның бұл әрекетінен жігіттер шошып кетті. «Майор, сіз не істемекшісіз?» деді Мақсат рациядан естіп тұрған. «Мен ішке қарусыз, келіссөзші ретінде кіремін. Мен оның назарын өзіме аударамын», деді Айжан, шашындағы түйінді ақтып, қара шаштарын иығына төгілдіріп. Бұл оны әскери офицер емес, қарапайым, қорғансыз әйел етіп көрсету үшін жасалған қулық еді. «Сізді атып тастайды. Бұл өзіне өзі қол жұмсаумен тең». Руслан оның жолын бөгемек болды. Айжан Русланның көкірегіне қолын қойып, оны итеріп жіберді. Оның жанарындағы от бәрін айтып тұрды. «Капитан, сенің міндетің мен ішке кіргенде есіктің екі жағында тұрып дайын болу. Мен барыс деген сөзді айтқан сәтте сендер ішке кіріп қалған 5 содырды жоясыңдар. Тек соларды ғана. Бастыққа тиіспеңдер. Оны мен өзім аламын». «Оның қолындағы детонатор ше?» деп сұрады Руслан шарасыздықпен. Айжан ешқандай үрейсіз, суық жымиды. Бұл жымиыс оның әдемілігін емес, оның ішіндегі өлім құдайының бейнесін көрсеткендей еді. «Мен оның қолын детонатормен қоса жұлып аламын». Ол темір есіктің тұтқасына қол созды. Оның артында өлім мен өмірдің, балалардың тағдыры мен арнайы жасақ аңызының ең үлкен сынағы күтіп тұрған еді. Руслан мен оның жігіттері мылтықтарын кезеп демдерін ішіне тартты. Бұл әйел шынымен де адамзаттың шегінен шыққан құдірет иесі ме? Әлде бұл оның соңғы қадамы ма? Оны алдағы бірнеше секунд шешпекші. 3 бөлім. Тұңғиықтағы келіссөз және барыстың секірісі. Финал. Нағыз шайқас қарумен емес, ақылмен және рухпен жүргізіледі. Жау сенің денеңнің кішкентайлығын көріп алданған сәтте, ол өзінің өлім үкіміне қол қойды деген сөз. Арнайы жасақтың ең жоғары шеберлігі өлтіру емес, ажалдың өзін тоқтатып қалу. 10 тарау, аждаханың апанына қадам. Мектептің спорт залының ауыр ағаш есігі сықырлап ашыла бастады. Руслан мен оның жігіттері есіктің екі жағында қабырғаға жабысып, саусақтарын шүріппеге қойған күйі демдерін ішіне тартып тұр. Олардың жүректерінің дүрсілі өздеріне естіліп тұрғандай еді. Айжан есіктен ішке қарай баяу қадам басты. Ол екі қолын жоғары көтеріп, ашық алақандарын көрсетіп кірді. Залдың іші нағыз тозақтың көрінісіндей болатын. Еденге төгілген бензиннің өткір иісі қолқаны қабат. Бұрышта бір-біріне тығылып, үрейден дірілдеп отырған 30-дан астам балалар мен мұғалімдер. Олардың көздері жасқа толы, тіпті жылауға да қорқып, үнсіз солқылдайды. Айжан кірген бойда залдың ішіндегі 5 содыр автоматтарының ұңғысын соған қарай бағыттады. «Тоқта! Бір қадам жасасаң, тесік-тесік қыламын», деп бақырды есікке жақын тұрған қарақшылардың бірі. Залдың қақ ортасында балалардан небары 5-6 метр қашықтықта топ басшысы Әбу Дауд тұр еді. Оның көздері қанталаған, шектен тыс стресс пен ұйқысыздықтан жүйкесі жұқарып, шегіне жеткені көрініп тұрды. Үстіндегі жарылғыш заттар байланған жилеттен түрлі сымдар шығып, оң қолындағы кішкентай қара детонаторға жалғанған. Бас бармағы түймені қатты басып тұр, тіпті саусағының ұшы ағарып кеткен. «Сен кімсің?» деп ақырды Әбу Дауд Айжанға одырая қарап. Ол сырттан толық жарақтанған спецназ күткен еді, ал алдында қарапайым камуфляж футболка киген, шашы жайылған, қарусыз, нәзік әйел тұрды. Бұл көрініс оның миындағы сценарийге мүлдем сәйкес келмей, оны аздап абдыратып тастады. Айжан рөлге толық енді. Оның денесі сәл дірілдегендей болды, көздерінде қорқыныш ойнады, даусы бәсең, жалынышы шықты. Бұл оның қарсыласты босаңсыту үшін қолданатын ең қауіпті психологиялық қаруы еді. Мен жай ғана келіссөзшімін. Дәрігермін, деді Айжан дауысын дірілдетіп. Генерал мені сіздермен сөйлесуге жіберді. Олар сыртта шабуылды тоқтатты. Біз қан төгілгенін қаламаймыз. Тек балаларды босатыңызшы, өтінемін.
Әбу Дауд қарқылдап күліп жіберді. Оның күлкісінен зал ішіндегі балалар одан сайын бүрісіп қалды. Олар маған қатын жіберген бе? Осыншама қорқақ па сендердің армияларың? Менің талабым біреу ғана, бізге тікұшақ және шекараға дейін дәліз беріңдер. Әйтпесе мына түймені жібере саламын да бәріміз жәннатқа кетеміз. Ал сендер тозақта жанасыңдар. Сізге бәрін берет, деді Айжан ақырын ғана бір қадам алға жасап. Тікұшақ жолда келе жатыр. Бірақ олар маған сіздің жағдайыңызды тексеруді, ешкімнің жараланбағанына көз жеткізуді бұйырды. Сіздің қолыңыз шаршады ғой, Әбу Дауд, түймені басып тұру қиын емес пе? 11 тарау, психологиялық тұзақ және адреналин. Айжанның әрбір сөзі, әрбір интонациясы нейролингвистикалық бағдарламалау әдісіне негізделген еді. Ол содырдың назарын балалардан және есіктен өзіне аудару үшін сөйлеп жатты. Ол өте баяу, байқатпай қадам жасап, қашықтықты қысқартып келе жатты. Бастапқыда 7 метр еді. Енді 6 метр қалды. Маған жақындама. Орныңда тұр, қаншық, деп айқайлады Әбу Дауд, оның жақындағанын сезіп. Айжан тоқтай қалды. Екі қолын қайтадан жоғары көтерді. Жарайды, тұрмын. Бірақ сіз неге бұлай істедіңіз? Сіздің де отбасыңыз бар емес пе? Мен сіздің ініңіз туралы естідім. Сирияда қалған ініңіз туралы. Бұл ақпаратты Айжан тікұшақта келе жатқанда барлау қызметінің файлынан оқып алған болатын. Содырдың ең осал тұсы оның отбасы еді. Әбу Дауттың көздері шарасынан шығып, бет бұлшықеттері тартылып қалды. Оның назары толықтай Айжанның сөздеріне байланды. Оның миы қорғаныс режимінен агрессияға ауысты. Сен менің бауырым туралы ештеңе білмейсің. Оны сендер өлтірдіңдер, деп бақырды ол, қолын сермеп. Бірақ детонатор ұстаған қолы қатты қысылған күйі кеудесінде тұрды. 5 метр, 4 метр. Айжанның миындағы компьютер уақытты миллисекундтармен есептеп жатты. Қалыпты адамның миынан қолға сигнал жету үшін және бұлшықеттің босаңсуы үшін шамамен 0,2, 0,3 секунд қажет. Егер Айжан оған 3 метрден жақын келсе, ол Әбу Дауттың саусағы босап үлгергенше оның қолына жетіп бұғаттай алатынын білді. Бірақ бұл ең жоғары тәуекел еді. 1 миллиметр қателік 30 баланың өлімі. Иә, ол өлді, деді Айжан кенеттен дауыс ырғағын өзгертіп. Оның даусындағы қорқақ әйелдің үні ғайып болып, орнына темірдей суық, бұйрық райлы үн пайда болды. Ол арқасын тіктеп, жанарын тіке қадады. Бірақ ол қаһарман болып өлген жоқ. Ол қорқақ ит сияқты өлді. Дәл қазір сен сияқты, жазықсыз балалардың артына тығылып тұрған бейшара қорқақ сияқты. Әбу Дауд бұл күтпеген трансформациядан абдырап қалды. Ол қорқып тұрған әйелдің кенеттен жыртқышқа айналғанын түсіне алмай, миы бір сәтке қатып когнитивті диссонанс қалды. Оның айналасындағы 5 содырда не істерін білмей, біресе Айжанға, біресе өз бастықтарына қарап жалтақтады. Осы 1 секундтық абдырау Айжан күткен жалғыз терезе еді. Қашықтық 3 метр. Айжан жанарын сәл ғана есікке қарай бұрып, даусын қатты шығарып. Сендер бұл таудың қасқыры емес, жай ғана барыстың жемісіңдер, деп айқайлады. 12 тарау, барыс серпілісі және анатомиялық соққы. Бұл сөз шабуылдың коды еді. 2 ауыр темір есік сырттан бар күшпен теуіп ашылды. Руслан мен оның жігіттері бөлмеге жасын ойнатқандай кіріп келді. Олар бұл жолы бұрыштарды Айжан үйреткендей мінсіз алды. Ешқандай айқай, ешқандай ескерту жоқ. Дыбыс бәсеңдеткіштерден шыққан оқтардың пысты-пысты деген үні ғана естілді. 5 содыр қаруларын көтеріп үлгергенше олардың әрқайсысының басына және кеудесіне дәл бағытталған 2 оқтан қадалды. Олар балаларға бірде-бір оқ ата алмай сұлап түсті. Русланның тобы хирургиялық дәлдікпен жұмыс істеді. Бірақ ең басты оқиға залдың ортасында өтіп жатқан еді. Есік ашылған микросекундта Әбу Дауттың назары есікке ауды. Оның миы қауіп. Түймені жібер деген бұйрықты саусағына жіберді. Алайда Айжан адам емес еді. Ол атылған оқтан да жылдам қозғалды. Ол 3 метр қашықтықты ауада ұшып өткендей бағындырды. Әбу Дауттың саусағы детонатордан босай бастаған сәтте Айжанның 2 қолы жыртқыштың шеңгеліндей оның оң қолына жабысты.
Ол жай ғана детонаторды ұстай алған жоқ. Бұл жеткіліксіз болар еді. Айжан өзінің анатомиялық білімін қолданды. Ол сол қолымен Әбу Даудтың білегіндегі медианды нервті, саусақтардың бүгілуіне жауап беретін нерв бар күшімен қысып, оң қолының алақанымен оның шынтақ буынынан жоғары қарай сындыра соқты. «Ә-ә-ә!» деп жанұшыра бақырды Әбу Дауд. Оның шынтағы теріс қарай қайырылып сынып кетті. Ал білектегі нервке жасалған жойқын қысым оның қолында титаникалық спазм, бұлшықеттің қатып қалуы тудырды. Оның бас бармағы түймені босатудың орнына, керісінше оған одан бетер жабысып тас болып қатып қалды. Бұл адамның еркінен тыс жүретін биологиялық реакция еді. Айжан оның сынған қолын детонатормен қоса өзінің кеудесіне қатты қысып алды да, оң аяғымен содырдың тізесін сындыра теуіп, оны жерге құлатты. Ол Әбу Даудтың үстіне мініп, оның қолын түймені басып тұрған күйінде еденге мықтап басты. Айжанның екінші қолы содырдың тамағынан қылғындырып тұрды. Ол қанша тыпырласа да, Айжанның темірдей қысқышынан шыға алмады. Руслан мен жігіттер олардың қасына жүгіріп келді. Олар залдың ортасындағы көрініске қарап, тыныстарын ішіне тартты. Әйел адам дәу содырды астына басып, бомбаның детонаторын өз қолымен қауіпсіздендіріп тұр. Оның бұлшықеттері керіліп, маңдайынан тер тамшылап тұр. Көздері бұрынғысынша бітті бақылауда еді. «Майор!» деп айқайлады Руслан, рациясын жұлып алып. «База!» Нысан тазартылды. Барлық содырлар жойылды. Кепілдегілер аман. Саперлерді, минасыздандыру тобын тез арада спорт залға жіберіңдер. Тірі бомба біздің қолымызда. Балалар мен мұғалімдер Русланның жігіттерінің көмегімен жылап, құшақтасып сыртқа қарай жүгіріп жатты. Олар үшін бұл нағыз ғажайып еді. 13 тарау, өмір мен өлім арасындағы минуттар. Саперлер тобы келгенше 15 минуттай уақыт өтті. Бұл 15 минут Айжан үшін нағыз тозаққа айналды. Әбу Даудтың қолындағы спазм қайтып, ол есін жия бастағанда саусағын босатуға тырысты. Айжан оның қолын детонатормен бірге екі қолымен қысып, бар күшімен басып тұрды. Оның саусақтары аурудан ұйып, бұлшықеттері жанып бара жатты. Бірақ ол 1 миллиметрге де босаңсыған жоқ. Руслан оның қасына тізе бүгіп отырды. Ол майордың бетіндегі терді сүртіп, оның көзіне қарады. «Шыдаңыз, майор, сіз кереметсіз. Мен өмірімде мұндайды көрген емеспін. Сіз бәрімізді аман алып қалдыңыз», деді Руслан даусы дірілдеп. Оның көзінде шынайы құрмет пен еркектік мойындау бар еді. Айжан оған сәл ғана жымиды. Ол алғаш рет суық маскасын шешіп, шынайы адамдық жүзін көрсеткендей болды. «Капитан, топты жақсы басқардың. Сендер бөлмеге мінсіз кірдіңдер. Мақтан аласың». Саперлер жүгіріп келіп, Әбу Даудтың үстіндегі жилеттің сымдарын кесіп, бомбаны бұғаттаған кезде ғана Айжан қолын жіберді. Ол ауыр дем алып, артқа қарай шалқая құлады. Оның екі қолы дірілдеп, жансызданып қалған еді. Руслан мен Мақсат оған қолдарын беріп, орнынан тұрғызды. Олар оны сүйемелдеп, ғимараттан сыртқа алып шықты. Далада оларды қарулас жолдастары, ауыл тұрғындары мен аман қалған балалар күтіп тұрды. Олар шыққанда айналадағы барлық адамдар қол шапалақтап, көздеріне жас алып қуанып жатты. Аспаннан таң атып келе жатты. Қараңғылықты жеңген жарық олардың жеңісін паш еткендей болды. 14 тарау, мойындау және жаңа дәуір. Бір аптадан соң Іле Алатауының бөктеріндегі Сұңқар арнайы жасағының базасы. Таңғы сағат 6. Плацта Альфа тобының 12 жігіті сапқа тұр. Олардың үстерінде таза парадтық форма. Жүздерінде бұрынғыдай жеңілтектік, мақтаншақтық жоқ. Оның орнында нағыз жауынгерлік тәртіп, болаттай берік жігер және өз ісіне деген үлкен жауапкершілік бар еді. Бұл операция олардың өмірін, дүниетанымын түбегейлі өзгертті. Олар соғыстың кино емес екенін және қаһармандық жынысқа бөлінбейтінін өз көздерімен көрді. Штаб ғимаратының есігі ашылып, сыртқа майор Айжан Рүстемова шықты. Бұл жолы оның үстінде далалық камуфляж емес, шендері жарқыраған, кеудесіне айбын және жауынгерлік ерлік үшін ордендері тағылған офицерлік форма бар еді. Оның жүрісі мақтанышқа толы, ал жанары баяғыдай сабырлы әрі терең.
Ол саптың алдына келіп тоқтады. Капитан Руслан саптан бір қадам алға шықты. Ол Айжанның көзіне тіке қарап, оң қолын шекесіне қойып, әскери сәлем берді, честь берді. Бұл тек жарғы бойынша берілген сәлем емес еді. Бұл оның жүрегінен шыққан, нағыз жауынгердің өзінен мықты, өзінен ұлы жауынгер деген шексіз құрметі мен бас ию болатын. Оның артынан Мақсат және басқа да 10 жігіт бірдей сәлем берді. Руслан қолын түсіріп бар даусымен: «Жолдас майор, Альфа тобы сіздің бұйрығыңызбен сапқа тұрды. Сізбен бірге шайқасу біз үшін үлкен мәртебе болды. Сіз бізге армияның не екенін ғана емес, нағыз адамның, нағыз жауынгердің қандай болу керектігін үйреттіңіз. Біздің бұрынғы ақымақтығымыз бен тәкаппарлығымыз үшін сізден топтың атынан ресми түрде кешірім сұраймын». Айжан Русланға қарап басын сәл ғана изеді. Оның жүзінде жылылық пайда болды. Ол үшін бұл мақтаулар емес, осы 12 жігіттің нағыз қасқырларға, сенімді қалқанға айналғаны маңызды еді. «Рахмет, капитан», деді Айжан дауысы плацты жаңғыртып. Ол саптың алдымен жүріп өтті. «Біз сол күні бәріміз бірге шайқастық. Арнайы жасақта мен деген сөз жоқ. Біз деген сөз бар. Менің артымды жауып, бұйрықты мінсіз орындағандарыңыз үшін мен сіздерге рахмет айтамын». Ол саптың ортасына келіп тоқтады. «Сіздер менен әйел адам армияда не істей алады деп сұраған едіңіздер. Мен сіздерге жауабын бердім деп ойлаймын. Әйел адам армияда еркектер сияқты қан төге алады, еркектер сияқты отанын қорғай алады. Және қажет болса, еркектердің өзін құтқарып қала алады. Өйткені жауға қарсы тұрғанда оқ сенің кім екеніңді сұрамайды. Оқ тек сенің қаншалықты дайын екеніңді тексереді». Айжан Русланның алдына қайта келіп тоқтады. Ол қолын созып, Русланның қолын еркекше қатты қысты. «Тобыңды сақта, капитан, олар енді нағыз Альфа». Эпилог. Арнайы жасақ базасындағы өмір жалғаса берді. Бірақ бұл оқиғадан кейін армиядағы көптеген жазылмаған заңдар мен стереотиптер бұзылды. Аңызға айналған барс туралы әңгімелер бүкіл елдің әскери бөлімдерінде жыр болып айтылып жүрді. Енді ешкімде форма киген әйелді көргенде мысқылдап күлмейтін болды. Олар әрбір нәзік жандының артында отанын қорғауға дайын тұрған болаттай рух жасырынуы мүмкін екенін түсінді. Майор Айжан Рүстемова көп ұзамай бас штабтың арнайы операциялар департаментінің басшылығына тағайындалды.